Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дарын KZ. Бүгін бізде Қаламсан серверінде өзімнің вазамда мен склад жасайтын боламын. Неге үшін десеңдер, менің заттарым сандыққа сыймай кетті де, кейін кішігірім өзіме склад жасаймын деп шештім. Бізде керекті заттардың бәрі дайын. Мына жеткен бастайық. Міне бірінші бір блок, бір дуб қоямыз да, мына жақтан 3 рет қап-қара тасты қоямыз. Кейін тағы да бір ағаш, сосын тағы да бір ағаш. Арасына 3 қатар алыстатып қоямыз. Тағы да үйтіп жалғастырамыз. Ал мына жерге ағаш негізі қоймай қояйық, бұл жерден есік болады. Мен қазір киркамды алып келіп алайын. Мына жеттен негізі есік қоламын деп ойлап тұрмын, бірақ та қазір оны сындырып тастаймын. Қазірше тұра берсін, біз мына арт жақтарын бітіріп алайық. Қазір мен киркамды әкеліп алайын өзімнің. Мына тұрған үйім енді әдемі шықты, себебі мен бұны арнайы қарап салдым. Біздің жан аз киркамызды алып алайық та өзімізге тасымызды сындырайық. Ал мен киркамды әкелдім, барып өз вазамды жалғастыратын боламын. Ваза дегенде складым. Давай, мына жақтан біреу қоямыз да, ортаға біреу қоямыз. Мына жақтан 3 қатар біз қара тасты қоямыз, мына жаққа да 3 қатар қара тасты қойып қоямыз. Енді мұны ағаштарды 4 қатарға көтеру ғана қалды. Мына шетті қазір бұзып тастай салайын. Мына тасты және мына жердегі тасты да. Себебі біз қазір екі жағына ағаштарды қоямыз да, есік сонда әдем көрінеді. Қазір үстіп 4 қатар қояйын, ал мына жағында 4 қатар қоямын. Қазір қара тасты бет қосып қоя салайық. Давай кеттік достар. Давай біз өзімізге верстак жасап алайық. Верстак арқылы біз есік жасаймыз. Есікті кейін жасаймыз, мына жердегі мұнданы бүйтіп әдем қылатын боламыз. Есік сонда әдем көрінетін болады. Біз енді қалған блоктарды 4 қатарға көтеріп тастайық. Давай, біз ағаштарымыз смело жететін шығар. Давай, біз көп сөйлей бермей, мына жерлерді істейік. Негізі сәл әдем емес көрініп қалған секілді ше. Мына жердің үстіне қара тастың орнына басқа зат қоямыз қазір. Мынаны бұлайынан қояйық, мына төбесін алып тастай салайықшы киркамен. Ең төбесіне біз ағаш қоятын боламыз қазір. Мынаны да сындырып тастайын, арғы нені де сындырып тастайын. Жоқ, бұл тұра берсін, мынаны сындырамыз. Және мына тұрған үстідегін сындырамыз. Дәл осылайынан ағаштарды қойып шығамыз, сонда біздің складымыз әдемі бола түседі. Енді мына жақты 4 қатар көтеру қалды. Кейін мына жаққа үстінен тағы да ағаштарды қоямыз. Бізде тас уже артылып қалады деп ойлаймын, сол үшін де сандыққа біразын салып қоямын. Давай, не қайда ағаштарды үстіне қояйық. Қазір біз ағаштарды қоя салайық, тез бітіріп тастаймыз. Міне азғантай қалды. Қазір 3 қатар қойсам болды. Почти біттім. Қазір астын үстін жапсам болды. Міне сыртынан көрінгенде енді әдем көрінген секілді. Давай, енді мына жерге осыны қойып қояйық, ал мына жерді киркамызбен бұзып тастайық. Бүйтіп істесек айналар әдем көрінеді. Жалпы үй салуда біз әдемілікті ең бірінші орынға қоюымыз керек. Мына жақты ортасын бұзып, оның орнына
андай столды қояйық. Мына жерде де сындырайық, столды қояйық. Тағы да қоямыз, тағы да қоямыз. Достар, сендерге Roblox ұнай ма, әлде Minecraft ба? Қайсысын түсір десеңдер, мен соны түсірейін. Комментке жазып кетіңдер. Дәл өстіп, мына екі жақтан терезе болады, ал мына алды жақтан терезе болмайды. Енді соңғы 4 блоктар қалды. Оны бітті. Енді мына астын үстін істеп тастайық. 1, 2, 3. Ема достар, қиын болып кетті ғой. Давай бітіріп тастадық енді. Міне енді сендерге ішін көрсететін боламын. Мінекей, бізде іші дәл осындай шықты. Мына сандықтар бос. Бұның бәрін әлі толтырамыз. Мына жақта бір бала жүр екен. Менің үйімді сындырам деп қойды, сындырамайды. Міне бізде төбеде осылай шықты. Достар, осы жерден видеоны аяқтаймыз. Егер де сендерге видео ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңдер. Келесі бөлімдерде біз достарымызбен әдемі бөлім түсіретін боламыз. Ал сендер лайктарыңды смело басып тастаңдар. Қош сау болыңдар.